2 ай бойы менің әсіресе 80-нен асқан анамның құтын қашырған Апатай ескі видеоларды шығарып, соңыма бір сауатсыз қатынды шығарып, мен енді тоқтамаймын, мен де жұмыс жасап жатырмын, және де сіздің ескі видеоңызды шығарамын. Халықты тобыр, үйде отырып шемішке шағып отқан адамдар сауатсыз деген видеоңызды жақында шығарамын. Сіз білесіз оны қай жерде айтқаныңызды. Сіз алып таста дегеннен кейін біз алып тастаған болатынбыз. Бірақ ол мұрағатта бар. Сол үшін енді ренжімеңіз, Апкетай. Халық әртісісіз ғой, сізге халық берсе сол атақты. Халыққа деген сіздің көзқарасыңызды біз айқын етеміз жақын арада. Дайындалыңыз. Алдыңғы толқын ағалар деген бар ғой, біз енді алдымыздағы әпкелеріміз бізге үлгі болады дедік қой. Сонымен әлібиге әділдік деп халықтан ақша жинағанымызды барлықтарыңыз білесіздер. Мен ол баланы танымаймын да, ол маған туыс та емес, жақын да емес, шәкіртім де емес. Бірақ ақша жиналды. Одан кейін маған шабыттың студенттері Меруерт апай, ақша қайда, адвокаттар қайда, анау түрмеде әлібиді ұрып кетті, ұрып тастады деп маған менің мазамдалды. Мазамдалғанда мен Апатайыма хабарластым. Апатайым білет мен неге оған хабарласқанымды. Есеп берейік халыққа, адвокаттарға төлеген ақшалар қайда, чектар қайда, договорлар қайда деп. Болды, содан бір бәле басталды ғой. Құдай-ау, не қылған кекшілі адам едіңіз, Апатай. Майра Ильясованың артынан кім түсіп жүр? Ол қазірден емес. Оның түскеніне 3-4 жылдай болып қалған екен. Не нәрсе болса да ол жалғыз Майра апайдың емес, біраз адамның артынан түсіп жүрген көрінеді. Тойыңа шақыршы, мен барамын сенің тойыңа деп барады екен де, ол тойда бір өлең айтып, содан кейін сен менің тойға ақшамды төлеген жоқсың, мен сені сотқа беремін деп айтады екен. Ашық түрде ол адамдар бар, ешкім өтірік айтып тұрған жоқ. Оны жасап жүрген кім? Ол Меруерт Түсіпбекова. Меруерт, естіп тұрсаңыз сізге айтайын. Сіз ең әуелі Майра апайдың дәрежесіне жетіп алыңыз. Тура солай, сол күні екі концерт өтті, 2 кеш өтті, творчестволық Таңатар, Досымжан Таңатаровтікі өтті, және Майра апайдікі өтті. Екеуін сыйлаған сол әріптестері 2 тойда да келіп, құшақ гүлдерімен келіп құттықтап жатты. Ал енді сіз сол жерде болмадым екен деп, алталашқа жар салып, өсек аяңменен күріштің арқасында күрмек су ішіп, олай хайып қумай-ақ қойыңыз. Динара Сатшанға берген Майра апайдың интервьюында ондай әңгіме айтылмаған. Искусственный интеллект деген болады ғой, жасанды интеллект арқылы жасап, оны сіз өзіңіз ашқан парақша деп ойлаймын. Менің күдігім солай. Сіз ашқан парақша деп ойлаймын. Менің атанам қыста адамнан қар сұрамаған адамдар мені адал бол, шыншыл бол, жетімді жылатпа, жетімнің қақын жеме деп тәрбие берді. Ол тәрбиеден асып кете алмаймын. Мен тек қана есепті сұрадым, және адвокаттармен договорды сұрадым, болды. Мен ол кісіге сен ақшаны жеп қойдың, қайда жібердің ақшаны деп айтқан жоқпын. Мен есеп сұрадым. Міне Перизат Қайраттың ісінен кейін бұл тіпті айқындала бастады. Дұрыс екен, халықтан жиналған ақшаның есебі болу керек. Енді маған құзырлы органдар бүгін хабарласты. Осы істі тергейтін болды. Каспиде хабарласты, өйткені барлық төлемдер Каспи арқылы өткен, Нұрбақыт Өтепбергеннің картасына өткен. Жақында бәрі айқын, ашық айтылады. Достар, қалайсыздар? Бәрі жақсы ма? Қатты ыстық, Алматыда мүмкін емес. Біреу төбеңнен паяльник ұстап тұрған сияқты. Мен бір кездесуге кетіп бара жатырмын. Құдай қаласы жақында көресіздер бір жаңа видеоны. Сосын айтайын дегенім, әлі де барлық архивте жатқан менің сөйлеген видеоларымды кесіп бішіп, ана жолы эпосты этнос қылып әдейі өзгертіп жібергендей
әлі де керемет мен туралы видеоларды көресіздер. Одан кейін жаңағы тоқтап қалған фонограмма туралы, оны барлық менің әріптестерім біледі. Біз съемка кезінде тек қана фонограммамен ән айтамыз, өйткені Қазақстанның аппаратурасы телевидениеға олай арналмаған түрде айтуға. Соны кесіп алған, және де кәдімгі сол концерттің репетиция барысында болған видеоны біреулер салған, баяғыда салған ғой енді. Ол кәдімгі республика күніне арналған концерттің түсірілімі болатын. Ұлттық арна ұмытпасам. Одан кейін кәдімгідей бір жазуларды жазған. Оның бәрі тапсырыспен беріліп отыр. Қазір іс қозғалды. Киберсталкинг деген кәдімгідей біздің президентіміздің қолдауымен ол статьяны күшейтіп отыр мемлекет. Көреміз енді, Құдай қаласа, аққа Құдай жақ. Енді оның бәрін кім жасап отқанын білесіздер. Пайғамбар жасынан асқан әпкеміз жасап отыр. Ол кісіге де менің өзімнің компроматтарым дайын. Көреміз енді. Уақыт бәрін көрсетеді. Мен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, әнші актриса Меруерт Түсіпбаева Евразия бірінші арнасына өзімнің үндеуімді жолдаймын. Кеше сіздер берген видео, ақпарат бұл заңсыз, өйткені бұл ескі видео, 17 жыл бұрын түсірілген видео. Бұл республика күніне арналған кәдімгі телевизиялық түсірілім болатын. Сол жерде аппаратура бір сәтке істен шығып, микрофонда барлық аппаратура тоқтап қалған болатын. Сол видеоны біреу басында бір қалжың ретінде түсіріп алып, артынан ол кәдімгі үлкен даудамайға ұласты. Бұл жаңалықты кеше болған уақиғадай бердіңіздер. Существует срок давности. Енді егер сіздерге заказ беріп, не қылғанда да осыны көрсетіңіздер десе, онда мен ойлаймын, заң алдында сіздер жауап бересіздер.